Бүгінгі дебаттың тақырыбы «Мені қоса әлем, ғажайып әлем». Второе лицо. Мен жерді босының оқушысы Елубай Ата. Біз үкімет тобымыз экологиялық проблемалардың зиянын айта өтеміз. Ең біріншісі ол адамға зияны. Яғни лас ауа адамның ішіне өтіп, яғни оларды әртүрлі ауруларға алып келе алады. Оның көбісі өкпе ауруы және де тағы да басқа. Тағы да судың ластануы, көптеген мұнай қалдықтарын суға лақтырады. Соның кесірінен су және су жануарлары қауіпке төнеді. Сондықтан да табиғатты аялап қорғап жүру керек. Сен жаңа көбісі өкпе ауруларына келеді. Өкпе ауруына танысың ба, сонымен ауырған ауаның кесірінен? İngilizce айтылған оған дәлел емес, Серікбай Әбілмансұр, мен және оппозиция тобының лидері. Осы сайысқа өзімнің 3 спикерімен келдім. Бірінші спикерім біздер Бұқарбай Айдар, екінші спикерім Ислам Құлду, үшінші спикерім Амангелдиева Жана. Біздің айтатын тақырыбымыз экологиялық проблеманың жақсы жақтарын айтамыз. Экологиялық проблеманың жақсы жақтарын айтқан кезде, ол кезде бізге мысалы экологиялық проблемада біздер мұнайды пайдаланып көмір шығарып, көмірдің арқасында біз тез белгілі бір жерге бара аламыз. Немесе заттың мұнайдың арқасында біз өзімізге пайдалы, мысалы газ, бензин, сондай заттар арқылы біз автокөліктерді бір жерге тез жетуіне көмегін жеткізе алады. Осыны және де мысалға алатын болсақ, егер біз мұнайды пайдаланбайтын болсақ, ол бір жаққа мысалы сен бір қаладан екінші қалаға бару уақытың ұзаққа созылып кетуі мүмкін. Ал біздер мұнайларды пайдаланып баратын болсақ, газ, бензин жасап, біз автокөліктерге қойып баратын болсақ, ол біздің уақытымызды алады. Егер мысалға әкелетін болсақ, Жаңаөзен мен Ақтау қаласы. Жаңаөзен мен Ақтау арасында мысалы жаяу барсаң немесе велосипедпен барсаң, сен көптеген сағаттарға уақыт жоғалтасың. Ал автокөлікпен баратын болсаң, 1,5-2 сағат қана уақытың кетеді. Және сен белгілі шақырылған жерге уақытылы барасың. Мысалы, және де біздер осы экология болады. Ол жақсы жаққа әкелген кезде біз өзіміздің өмірімізге керек нәрселерді алсақ болады экологиялық. Ал бұлай алатын болсақ, Сонда мұнайды алғанмен сен де топырақты ластаватсың ғой. Ал топырақты ластамайсың ғой, мұнай төкпей аласың ғой. Мұнай қалдықтарын пайдаланасың. Өте жоғары градуста өңделген уақытта мұнайдың қалдықтары өте азаяды. Апарып өткізбейді. Олар трубалар арқылы өткізеді. Качалкалар мұнай шығарып, труба арқылы олып кетеді. Барған мұнайға, заводқа барған жерінде олар үлкен градусқа өңделеді. Олар 10-20 градусқа мұнай өңдеп, бізге керек заттар. Табиғат адамзат үшін ең маңызды заттардың бірі екенін біз білеміз. Су, ағаш, гүлдер барлығы бізді қоршаған орта. Адамдардың көбісі оны біле тұра суды ысырап қылады, ағаштың бұтақтарын жұлып қорғайды. Аттайды дейсің бе? Суды біздер алып бостан төкпейміз ғой, біз белгілі бір жағдайларды істеп болып, кейін судың қалғанын төгеміз. Және оны айналаға емес, дәретхана немесе сондай жерлерге ағаш Шоқтай салады ғой, ол кетіп жатқан су дейді. Ол өзінің айналасына төгеді ғой, қолға төкпейді ғой, қолға төкпейді. Ана затта да аяқ балшық болып келген балдарды туалетке барып аяғын жуады, су балшықтың бәрі қалқан болады, кафе туалеттегі. Мұнай қалдықтарын өңдеуге келсек, бізде оған арналған арнайы жасыл экономика мен арнайы жұмыс орындары ашылған, және де ол жұмыс орындары өзіне қажетті заттарды өңдеп шығара алады. Және де біз сол арқылы, жаңа қалдықтар арқылы біз бір затты екінші затта айналдырып, өзімізге қажет заттарды шығара аламыз. Және де жаңағы қажет заттарға келсек, бізде оның көмегімен саябақтар, ауа ластануынан
Ауа ластауынан зауыттар, көлік қозғалысынан және отын жағудан бөлінетін зиянды газдар болады. Көмірқышқыл газ, күкірт оксиді, азот оксидтері тыныс алу жүйесіне әсер етіп, жүрек қан тамырлары ауруынан тудырады. Басқа қандай әсер бар? Мәселелерін тек қана тыныс алу проблемалары ма? Тыныс алу Мұнай суға төккендер бар. Курстан ластануына әкелші бізге мысал. Өндіріс орындарына теңіздерге түсу су экожүйелерін бұзады. Адамдар мен жануарлар үшін ауыз су тапшылығына әкеледі. Университет оған сот жасайды. Осы адамдар үшін. Ана мысалы олар пластик суға тастағанда белгілі оны жинайтын адамдары бар. Белгілі суды тазалайтын адамдары бар. Суды тазалайтын адамдары бар. Сол суды тазалайтын адамдары оны судағы қоқыстарды жинайды. Өзақтарын жинаса да болады, бірақ ондай ана бақылаушылар жинайтын адамдар бар. Мысалы теңізде бар ғой, Маңғыстауда адамдар барады ғой, сөйтіп бақылаушының ішіне бар ғой, мысалы дейтін да топыраққа бірдеңе салып, теңізде ойнайды ғой, лақтырып аспанға. Осы соңғы жылдары атмосферадағы ауаны қорғау мақсатында ірілендірілген орындар газбен тұтатын 300-ге жуық үлкен қондырғылар мен приборлар іске қосылды. Сонда жаңа сіздер айтып жатқан зауыттағы шаң мен тозаңдар, газдар, соның бәрі яғни жиналып, оны лабораториямен жаңа техникалар қолданып жатыр. Яғни ол әсермен ауа ластап жатыр қазір. Яғни оның алдын алды адамдар. Алдын алды ол мәселен. 300-ге жуық ол былай қарасаң өте көп. Және ол осы өзенді бүкіл Қазақстанды даже таза ұстауға көмектеседі. Балалар түрде кассен дейтін өзінде қайықта фабрикада қарайғанда дейді. Типа андай алдында жатыр деген сияқты да. Жоқ, сенің қазір сөзің бойынша біз түсініп жатқанымыздай мысалы экологиялық білімді арттыру. экология тақырыбы ғой, оның кері әсері ғой. Экологиялық проблемалардың артуы адамдардың экологияны қорғауға деген қызығушылығын арттырады. Сонымен қатар экологиялық проблемалар адамдардың экологиялық білімін, экологиялық саясатын арттырады. Экологиялық проблемалар таза технологиялардың дамуына ықпал етеді. Мысалы, электр тоғымен жұмыс жасайтын машиналар Мамырдың айлы түні, кеудемесіңді көк шөптің түтіні. Болу керек еді мен бір күні болса, жүргенімде бір күлі. Күйдіріп алма қолыңды, ыстық болады жүрек, ұмытпасаң жолыңды. Айналаң зұлымды, бірақ көрсетпе жүзіңді мұңды. Білекті бірді